Так, все, запись пошла. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Күнігін алдын ала хабарланғандай, бүгін 16 қаңтарда 2020 жылдың сағат 14:00 қоғамдық тыңдауды бастаймыз. Бүгінгі кездесуге келгеніңіз үшін бүгін келіп отырған кездесуге қатысушыларға сіздерге рахметімді айтамын. Және онлайн қатысушылар болып жатса, ол кісілерге де алғысын білдіремін. Бүгін Ақтөбе облысы Семей ауданы мекен-жайы бойынша мұнай өндіруге байланысты қалдықтарды қабылдау және қайта өңдеу полигонын қайттан жаңарту жұмыс тобына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдау өткізілгелі отыр. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің талаптарына және регламентке сәйкес жүргізіледі. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Ережеге сәйкес қоғамдық тыңдаудың төрағасы бүгін Сарыкөл ауылдық округінің әкімі өзім Шеншәлі Мария Жақсылықова қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Бүгінгі қоғамдық тыңдауға қоғам мен мемлекеттік органдардың өкілдері шақырылды және күні осы онлайн қатысуға да арнайы ссылкалардың барлығы тиісті әлеуметтік желі арқылы жарияланды. Алдымен бүгінгі тыңдаудың хаттамасын жүргізетін хатшыны таңдап алсақ, хатшыны сайлап алайық. Гүлмираны таңдайық, эколог. Жадыка сервисный эколог. Қарсы емессіз ба? Так, фамилияңды айтшы. Молдашева. Хатшы қылып сайлаймыз. Қарсылық бар ма? Жоқ. Жақсы, қарсылық жоқ болса, қазір толық ат жөніңізді. Молдашева Гүлмира. Біздің талқылауымыздың регламенті мынандай. Алдымен баяндамашы өздерінің материалдарын ұсынады, содан кейін сұрақ қою және түсініктеме беру мүмкіндігі болады. Жалпы баяндамамен таныстыру үшін жобаны таныстырушыға 30 минут уақыт беріледі. Таныстырушы тараптан қарсылық жоқ па? 30 минутқа? Жақсы, 30 минут уақыт беріледі. Айтылған регламентке қарсылық жоқ болса, онда бір ауыздан дауыс береміз. Қол көтеру арқылы дауыс берейік, қарсылық жоқ па? Жақсы, онда қоғамдық тыңдауды өткізудің ары қаратай онлайн режимде өткізудің мұндай ережелеу белгілеуді ұсынамын. Баяндаманы тыңдағаннан кейін біз сұрақтарды тыңдап, содан кейін барып жауап бере бастаймыз. Қатысушыларға офлайн және онлайн форматта кезекпен сұрақтар қою мүмкіндігі беріледі. Яғни офлайн қойылған кезде келесі сұрақты онлайн қатысушы береді. Қатысушылар бір-бірін үзбей, яғни жаңағы барынша сыпайы Звук включить. Айтыңыз. Қосылып тұр ма? Мүлдем естілмей ма, әлде жай естіліп жатыр ма? Несі, комментарий болса қарап жібересіздер, сұрақ қойып жауап алу үшін жоғарыда көрсетілген барынша ережелерді сақтайық. Компания өкілдеріне сұрақтарға қысқаша жауап беруді, ал егер де сұрақтар түсініксіз болса, нақтылауды сұраймын және мына көрсетіліп отырған слайдтар бойынша ары қаратай жауап берулеріңізді өтінеміз. Басқа алып қосарымыз болмаса, онда аудит экология жауапкершілігі серіктестігінің басшысының баяндамасын тыңдауды ұсынамын. Жобамен ары қаратай таныстыруға уақыт берілді. Қазір 1 секундда зумды қосып жіберейік. Зумды қосып жіберіңіз, сосын барынша 30 минутта аяқтауға. Есть? Да. Слышишь, да? Да, слышно. Вот все слышно. Ал, қайырлы күн. Қоғам тыңдауларға қатысушылар. Так, Айсат бірінші слайдты қоя ғой. Компания 17 жылдан астам уақыттан бері қалдықтармен жұмыс істеу бойынша қызметтер көрсетіп келеді және қалдықтарды кәдеге жаратуға қолданыстағы лицензиясы бар. Жаныка сервис С жауапкершілігі шектеулі серіктестігі полигонның аумағындағы негізгі қызмет Қазақстан Республикасы мен Ақтөбе облысының аумағында орналасқан кәсіпорындардан мұнай өндіру қалдықтарын қабылдау және қайта өңдеу болып табылады. Екінші слайд. Жобаның алғышарттары, міндеттері мен мақсаттары. Ақтөбе облысының Темір ауданындағы Жаныка сервис С жауапкершілігі шектеулі серіктестігі полигонының қайта жаңарту мұнай
өндіруге байланысты қалдықтарды қауіпсіз қабылдау мен қайта өңдеу қамтамасыз етеді. Жобаны іске асыру ұңғымаларға қызмет көрсету және тапсырыс берушілердің объектілерінде резервуарлардың тазарту кезінде пайда болатын бұрғылау шламдары мен мұнай шламдарын тиімді кәдеге жаратуға мүмкіндік береді. Номер 3 слайд. Объектінің орналасуының ахуалдық карта схемасы. Алаңы 15 гектар полигон әкімшілік тұрғыдан Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Темір ауданының аумағында орналасқан. Ең жақын елді мекен Саркөл кенті болып табылады. Ол объектінің батыс жағынан 8 шақырым қашықтықта орналасқан. Солтүстік жағынан 3 шақырым қашықтықта Таза Далаком жауапкершілігі шектеулі серіктестігі полигоны орналасқан. Номер 4 слайд. Жобаға шолу қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі учаскелер. Қазіргі полигон 6 картадан тұрады. 4 карта пайдалануға берілді және қазіргі уақытта жұмыс істейді. Қатты бұрғылау қалдықтарына арналған карта бұрғылау шламы, сұйық бұрғылау қалдықтарына арналған карта, пайдаланған бұрғылау ерітінділері, мұнай мен ластанған қалдықтарға арналған карта, майланған қалдықтар, мұнай қалдықтарына арналған карта. Жобада қатты бұрғылау қалдықтарына арналған картаны салу, оның атауын сұйық бұрғылау қалдықтарына арналған карта. Пайдаланған бұрғылау ерітіндісі деп өзгерту. Сондай-ақ қолданыстағы сұйық бұрғылау қалдықтарына арналған картаны қайта жаңғырту көзделген. Номер 5 слайд. ТДР ЗВН 5 бұрғылау шламдарының өңдеуге арналған құрылғы. Жанакес сервис С жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 4 блоктан тұратын бұрғылау ерітінділері мен шламдардың қалдықтарын өңдейтін жабдығы бар. Жабдық мыналардан тұрады. Құм беруге арналған тасымалданатын қондырғы, сұйықтықтан шлам сепараторы, сұйықтықтан қатты бөлгіш, лас суды өңдеу құрылғысы. Номер 6 слайд. Құм беруге арналған қондырғы ТДР ЛС5. Бұл жабдық бұрғылау ерітіндісі мен ірі құм мен қатты бөлшектерді одан әрі сепарациялау немесе кейінгі блоктарға беру алдын ала жоюға арналған. Әдетте орталықтан тепкіш күш арқылы сұйықтықтан құм мен ірі қатты бөлшектерді тиімді бөлетін гидроциклондар жиынтығы қолданылады. Номер 7 слайд. RZVX5 сұйықтықтан шлам сепараторы. Бұл гидроциклондар мен ұсақ дірілдеткіштерді бір блокта біріктіретін аралас сепаратор. Мұндай құрылым алдымен ірі бөлшектерді бөліп, содан кейін бұрғылау ерітіндісін шламнан тазарту дәрежесін арттыра отырып, құйылған қатты фазаларды қосымша елуге мүмкіндік береді. Номер 8 слайд. Сұйықтықтан қатты бөлгіш ТДР ФЛ 100. Бұл декантерлік центрифуга қатты бөлшектер мен сұйықтықтардан қоспасын жіңішке ажыратуға арналған арнайы құрылғы. Күшті орталықтан тепкіш күшпен жұмыс істейді. Ұсақ қатты бөлшектерді бұрғылау ерітіндісінен тез ажыратады. Бұл сұйықтықты едәуір ашуға және қатты қалдықтар мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді. Жазып отыр ғой. Номер 9 слайд. ТДР ЗВХ5 лас суды өңдеу құрылғысы. Лас суды өңдеу құрылғысы реагенттерді дайындауға арналған 5 ыдысты қамтиды. Көлемі 1 текше метр номер 1-3 ыдыстар, номер 4-5 ыдыстар 0,7 текше метр. Жекелеген ыдыстарда pH реттегіштер, тұрақсыздандыру реагенттері және 20% концентрациясы бар коагулянттар, флокулянттар, сондай-ақ 30% концентрациясы бар тотықтырғыштар мен сілтілер дайындалады. Реагенттерді дайындағаннан кейін араластырғыштар лас суды өңдеудің барлық процесінде үздіксіз жұмыс істеуі тиіс. Осы 4 құрылғы бірлесіп бұрғылау ерітіндісін өңдеу аяқталады. Номер 10 слайд. УЗГ-1МГЖ қондырғысы. УЗГ-1МГЖ қондырғысы ұңғымаларды және пайдалану кезінде, сондай-ақ мұнайдың төгілуін жою кезінде пайда болатын бұрғылау қалдықтары мұнай шламмен және құрамында мұнай бар топырақты кәдеге жаратуға арналған.
қондырғы құрамында 2-6% мұнай өнімдері бар қалдықтарды өңдейді, ал жоғары концентрациялары кезінде инертті материалдарды араластыру талап етіледі. Беру алдында қалдықтар фракцияға дейін 5 сантиметрге дейін аспайтын етіп ұсақталады. Кәдеге жарату 8-9 градусқа дейін температурада шығарылатын газдарды тазалау жүйесін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұл зиян заттарын шығарылымын төмендетеді. Қондырғының өнімділігі 6 тонна сағатына, кешеннің өнімділігі 6 текше метр сағатына. Залалсыздандырылған кейін материал дайын өнім алаңына тасымалданады. Дайын өнім жинақталуына қарай автомобиль жолдарын төсеу үшін пайдаланатын болады. Сондай кәсіпорын өз қажеттіліктеріне үшін пайдаланатын болады. Номер 11 слайд қоршаған ортаға әсер етудің негізгі бағыттары. Қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп мындай нормативтік құқықтық актілердің негізі әзірленді. Қазақстан Республикасының экология кодексі 2021 жылы, Қазақстан Республика экология, геология және табиғи ресурс министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі номер 280 бұйрығымен бекітілген экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулық. Қазақстан Республика қоршаған ортаны қорғау саласындағы норматив құқықтық актілер базасы жобаны әзірлеу кезінде мынандай объектілерге, оның ішінде олардың өзара байланысы мен өзара іс қимылына әсер бағалауды жүргізілді. Атмосфералық ауа, физикалық әсер ету, жер үсті және жер асты сулары, жер қойнауы, жер және топырақ жамылғысы, өсімдіктер әлемі, жануарлар әлемі, денсаулық жағдайы және халықтың тұрмыс жағдайы. Ерекше экология ғылыми, тарихи, мәдени және реакциялық құндылығы бар объектілер. Сондай-ақ қоршаған ортаның қазіргі жай-күйіне экологиялық зерттеулер жүргізілді және қоршаған ортаға әсер кешенді бағалау орындалды. Құрылыс кезеңінде объектінің қоршаған ортаның жай-күйіне әсер етуінің негізгі түрі мыналардың нәтижесінде атмосфералық ауаның зиян заттардың шығарындыларымен ластау болып табылады. Дәнекерлеу аппаратының жұмысы, лак бояу жұмыстары, бетон араластырғыш және инертті материалдар қоймасы кезінде бөлінетін ластауыш заттардың түсуі. Пайдалану кезеңінде объектінің қоршаған ортаның жай-күйіне әсер етуінің негізгі түрі мыналардың нәтижесінде атмосфералық ауаның зиян заттардың шығарындыларымен ластау болып табылады. Қалдықтарды кәдеге жарату қондырғыларының жану, өнімдердің түсуі, бөлшектегіштердің жұмысы кезінде бөлінетін ластауыш заттардың түсуі, металл өңдейтін станоктар, дәнекерлеу аппараты, материалдарды ауыстырып құю және тағы басқа. Ластауыш заттардың атмосфераға түсу сипаты бойынша көздер. Ұйымдастырылған қалдықтарды кәдеге жарату қондырғыларының түтін құбырлары, ұйымдастырылмаған жабдығы бар ашық алаңдар, отыны бар ыдыстар және тағы басқа. Номер 12 слайд ластауыш заттардың шығарындылардың көздері. Өндірістік базада барлығы осы жобамен құрылыс кезеңінде анықталған 8 ластау көзі, оның ішінде 1 ұйымдастырылған және 7 ұйымдастырылмаған ластау көздері. Пайдалану кезеңінде 17 ластау көзі, оның ішінде 1 ұйымдастырылған және 16 ұйымдастырылмаған ластау көздері. Жобаланатын объектін салу кезеңінде атмосфералық ауа жылына 3,2 тонна, пайдалану кезеңінде жылына 63 тонна шығарылады. Номер 13 слайд. Санитар қорғау аймағы. Қазақстан Республикасының экология кодексіне сәйкес кәсіпорын бірінші санаттағы объектілерге жатады. Осы объект үшін санитар қорғау аймағы адамның денсаулығы мен өмір сүру ортасына әсер ететін объектілер болып табылатын, объектілердің санитарлық қорғаныш аймақтарына қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар санитар қағидаларына сәйкес қабылданады. Осы объект үшін кемінде 3000 метр санитарлық қорғау аймағы қабылданады. Ұсынылған картада санитарлық қорғау аймағының шекарасы бейнеленген. Қалдықтарды басқару. 14 слайд. Қалдықтарды басқару Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Құрылыс кезеңінде кәсіпорында жылына 2,31 тонна қалдық түзеледі. Оның ішінде қауіпті қалдықтар жылына 0,02 тонна, қауіпсіз қалдықтар жылына 2,29 тонна. Пайдалану кезеңінде кәсіпорында көлемі жылына 61,29 тонна болатын қалдықтар 7 түрі түзеледі. Оның ішінде қауіпті
Қалдықтар жылына 35-32 тонна, қауіпсіз қалдықтар жылына 25-9 тонна. 15 слайд. Қалдықтарды басқару. Қабылданатын қалдықтардың жоспарланған түрі мен көлемі: бұрғылау шламы 21.900 тонна жылына, пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі 21.900 тонна жылына, мұнаймен ластанған топырақ 26.280 тонна жылына, мұнай шлам 26.280 тонна жылына. Лицензияға сәйкес. Қабылданатын қалдықтардың жалпы көлемі жылына 96.360 тонна. Кәсіпорында қалдықтарды қабылдау немесе түзілгеннен кейін дереу сұрыптау жүргізіледі. Одан әрі қалдықтар төгілуін және ағуын болдырмайтын арнайы жабдықталған контейнерлерде уақытша сақтауға жіберіледі. Содан кейін одан әрі өңдеуге және жоюға түседі. Кәдеге жаратуға және қайта өңдеуге түсетін барлық қалдықтар уақытша сақтауға жатады. Кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге жатпайтын қалдықтар Қазақстан Республикасы экология кодексіне сәйкес қалдықтарды уақытша сақтау мерзімінен аспайтын мерзімінде оларды одан әрі пайдалану үшін өзге ұйымдарға берілетін болады. 16 слайд. Сумен жабдықтау және су бұру. Құрылыс және пайдалану кезеңінде алаңды ауыз сумен қамтамасыз ету ыдыстарда 5 метрден асатып алынатын бөтелкеде ауыз суды пайдалана отырып көзделеді. Шаруашылықта полигон үшін тұрмыстық және техникалық қажеттілігіне қарай су тасу машиналарында техникалық су әкелінетін болады. Құрылыс кезеңінде өндірістік қажеттіліктердің су бұру көзделмейді. Пайдалану кезеңінде су бұру көлемі 6 текше метр септикке жүргізіледі. Су жиналған сайын келісім шартқа сәйкес шығарылады. 16 слайд. Кәсіпорын қоршаған ортаға әсерлі жұмыс жасауға бағытталған табиғат қорғау іс-шараларын ластануды бақылау және атмосфералық ауаға әсерді азайту үшін шаңды басу, қалдықтарды қайта өңдеу, жабдықтар профилактикалық өңдеу жұмыстары, кәсіпорын аумағын көгалдандыру, 90 сайын мониторинг жүргізу. Қалдықтарды қоршаған ортаға әсерін азайту жөніндегі негізгі іс-шаралар. Арнайы жабдықталған орындарда қалдықтарды уақытылы сақтау және кәдеге жарату, қалдықтарды сұрыптау, қоқыс контейнерлерін ауыстыру және орнату. Егер мүмкін болса, қалдықтарды қайта пайдалануға жіберу. Жер ресурстарына әсер етуін төмендету жөніндегі негізгі шаралар. Бөлінген жер учаскесін ұтымды пайдалану, жұмыстарды жүргізу кезінде бөлінген жерлерді қалпына келтіру, бекітілген қозғалыс схемалары бойынша автокөліктің жүруі, топырақ мониторингін ұйымдастыру. Су ресурстарына әсерді азайту жөніндегі негізгі шаралар. Суды қайта пайдалану технологиясын қолдану, кейіннен жасыл желектерді суару үшін жаңбыр суын жинау, су тұтыну мен су бұрудың және су бұрудың есебін нақты ұйымдастыру, су ресурстарын ұтымды пайдалану, су шығынын қысқарту бойынша шаралар қабылдау. Ауыз су сапасындағы су өндірісі қажеттіліктерге пайдалануға жол бермеу. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің теріс әсерлерден қорғау үшін мынандай іс-шаралар көзделеді. Жұмыстарды тек қана бөлінген аумақта жүргізу, құстарды үркіту жүйесін орнату, биологиялық қалпына келтіруді жүргізу. Қорытынды. Барлық іс-шаралар талаптар сақталған және объектіні пайдалану кезеңінде, мерзімді бақылау кезінде қоршаған ортаға жергілікті халықтың денсаулығы мен өмір сүру жағдайларының орны толмас зардаптарды болдырмау мүмкін болады. Қазақстан Республикасының экология кодексінің 78 бабының негізінде пайдалануға берілгеннен кейін жоспарланған қызметтің ықтимал әсерлер туралы осы есепке сәйкестігін растау мақсатында нақты әсерлерге жобалық талдау жүргізілетін болады. Аталған жобаны іске асыру қолданыстағы стандарт мен кәдеге жарату нормаларына сәйкес Ақтөбе облысында пайда болатын қауіпті және қауіпсіз қалдықтарды кәдеге жаратуға және қайта өңдеуге мүмкіндік береді. Бұл жобаның өңірдегі экология жүктемені төмендетуге мүмкіндік беретін заманауи және инновациялық жабдықтарды пайдалануға артықшылығы. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтар болса қоя беріңіз. Жақсы. Онлайн сұрақ бар ма? Отыра беріңіз. Енді таныстырылым мен жалпы баяндама аяқталды.
сұрақтар мен жауаптарға көшейік. Сұрақтарыңыз бар ма? Ұсыныңыз қандай да бір. Жақсы, онлайн сұрақтар бар ма? Естіліп тұр ма? Да, слышно. Онлайн сұрақтар бар ма? Гульмира Сойвич, сұрақтар бар ма? Так, где вопросы и замечания? Вопросы и замечания есть? Вопросы и замечания есть? Мына бір сұрақ. Менің жаңа тексеріңіз, иә? Полигон Темір өзенінен қанша қашықтықта деп көрсетілген жаңа? Мен елді мекенді көріп тұрдым да. Келесі. 8 километр, иә? Қарамаға шағын сақтаған. Осы мен аңяқтан таба алмадым. Шуақшылық сатылып 8 километр деп көрсетіпті. Жақсы болды. Вопрос запиши, на каком расстоянии. Так, төраға, мына регламент бойынша бізде бір осындай ескерту келген. Министрден, осы министр департаментке келген. Соны ескертулердің бәрі орыс тілінде келген, сондықтан мен айтып жіберейін. Айтуға енді бірталай уақыт, бірақ мен айтайын. Так, департамент экологии, так, Актюбинская область, департамент санитарной службы. Так, у нас по регламенту, значит, есть замечание от департамента экологии по Актюбинской области. Так, нет, от департамента экологии поступали. Так, акимат Актюбинской области замечания, предложения не поступали. Так, управление охраны окружающей среды и природопользования Актюбинской области замечания не поступали. Так, РГУ департамент экологии Актюбинской области замечания не поступали. Так, департамент санитарной и эпидемиологического контроля Актюбинской области есть замечания, предложения. Так, это будет все предоставлено в ходе процедуры рассмотрения проекта в госоргане. Мы вопросы и ответы предоставим. Так, департамент, так, РГУ Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, комитета лесного хозяйства и животного мира, Министерства экологии, геологии, природных ресурсов Казахстана. Так, замечания, предложения не поступали. Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Так, замечания и предложения не поступали. Комитет экологического регулирования и контроля, так, Министерства, так, охраны, так, есть замечания в количестве 17 штук. На эти вопросы мы ответим, предоставим предложение замечания в ходе рассмотрения проекта в госоргане. Ескертулер енді регламент бойынша айту керек бізде. Сол ескертулермен сіздер таныстыңыздар ма? Ескертулермен таныстық, бірақ ол ескерту осы кеше ғана келді. Сондықтан оны жауабын дайындауға бізге мүмкіншілік болған жоқ. Бұйырса осы проект, осы жоба түсіп, сол кезде бүткіл сұраққа бәрін жауап береміз. Жаңағы сіздерде основной сұрақ емес, жалпы мен түсінбейтін сұрақ айтамын өзіме. Ұсыныс деп те қабылдамай қоюға болады. Жаңағы ауыз су менен тек вода бар ғой. Сол екеуін бір-біріне ұқсат етілмейді ғой жаңағы неге. Мысалы ауыз суды жаңа 5 литр бутылкадегі суды қолданады. СЭС-тан келіп бойынша тексеріп нелерін беріп отқан шығар. Жауап берші соны. По воде? Да, по воде, по питьевой и по технической. Питьевая вода у нас получается привозная, бутилированная, а техническая вода получается у нас заключен договор, где у нас привозят. Ну как бы все в соответствии с заключением СЭС. Договор бойынша договор есть, да. Сіздердің алып отқан мекеме өздері жауап береді ғой СЭС-ке. Болды, басқа сұрақтарым жоқ. Тұрғындардан бар ма сұрақ? Қатысушылардан? Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса қоғамдық тыңдауды аяқтауды ұсынамын. Бүгінгі кездесуде қатысушылар жобаға осы қатысты барлық сұрақтарды көтерді деп есептеймін. Жаңағы беріп жатқан ескертулер барлығында барлық айтылған сұрақтар мен жауаптар хаттамаға енгізілетін болады. Егер де қандай сұрақтар болып жатса, қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы аудио және бейне жазбаға жазылды, иә? Осы қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банкіне
аталған екі жұмыс күнінің ішінде сол жүктеуге және соны сол арқылы қалған адамдардың азаматтардың қарауына қолжетімді болуын қамтамасыз етілгенін сұрайды. Басқа сұрақтар, ұсыныстар болмаса, қоғамдық тыңдауды біздер ереже бойынша өтті немесе өтпеді деп баға береміз. Бірінші қоғамдық тыңдауды өтті деп дауыс беретіндер. Қоғамдық тыңдау өтті деп. Қол көтеріп дауыс береді. Қоғамдық тыңдау өткен жоқ деп қарсы қалыс жоқ. Онлайн қарап жібересіз ғой. Өтті деп дауыс бергені. Онлайн демек регламент бойынша олар несі дауыс бермейді. Жақсы, болса қатысқандарыңызға рахмет. Уақыт бөліп келгендеріңізге. Қоғамдық тыңдауды осымен аяқтаймыз. Рахмет. Ана неге жазып қойдым? Қатысқандар барлығы неге жазып аласыз? У нас сейчас 15:00.